Ұлт руханиятының өркендеуіне Қордайдың мәдениет қайраткерлері де үлкен үлес қосып жатыр. Күн сайынғы қызу дайындық, көлемді концерт өз нәтижесін беріп, бүгінде өңірдің мәдени дамуы жаңаша қарқын алған. Аймақтағы әріптесім анығын айтады. Қордай ауданының мәдени өміріне көрік беру үшін мұнда түрлі іс-шара ұйымдастырылады. Республикалық деңгейдегі концерттер өткізіліп, қаншама өнерпаз көрерменнің қошеметіне бөленіп келеді. Мәселен, бүгін мұнда салтанат мемлекеттік би ансамблінің кеші өтпек. Ал халықтың өнерге деген қызығушылығын арттырып, аудан тұрғындарының бос уақытын тиімді пайдалануға мәдениет үйі мұрындық болған. Өзіміздің жылдағы іс-шаралар, ол жылдағы іс-шаралардың қатары бірқатар іс-шаралармен жаңа дүниелермен толығып жатыр деп айта аламыз. Атап айтқанда, мынау өнер көзі халықта, бала арт деген сияқты, мынау шалғай ауылдарда жатқан, тасада жатқан талантты жастарымызды тартуға бағытталған іс-шаралар көптеген жүзеге асады. Қордай ауданындағы көптеген мәдени нысандардың бірегейі балалар мен жасөспірімдер шығармашылық орталығы. Бүгінде мұнда 1500-ге жуық бала білім алады. 123 топ жұмыс істейді, 25 түрлі үйірме қамтылған. Атап айтқанда, жыр терме, дәстүрлі ән, би, сурет, қолөнер, вокал секілді бағыттар бойынша оқушылар шығармашылық қабілеттерін шыңдап келеді. Олардың алыс жақын шетелдерді өнерімен тамсандырып жүргені тағы бар. Балалардың ішіндегі өнерін, талантын шығарып қана қоймай, балаларға ең маңызды тәртіп, тәрбие, олардың ішкі жан дүниесін түсініп, оларға жақсы тәлім-тәрбие беру. Қалай ойлайсыз, Қордайдан дарынды оқушыларды шығару оңай ма? Қордай ауданы жалпы кейін атамыз айтқандай, Қордайдың тасы да алтын, тауы да алтын деген сөз бар. Расымен де Қордайдан шыққан кез келген оқушы талантты, кез келген баланың бойында талант бар. Жалпы Қордайдан шыққан әрбір баланың бойынан талант табуға болады. Ауданның мәдени өмірінде жасөспірімдермен қатар аға буын өкілдеріне де ерекше көңіл бөлінеді. Соның бірі Парасат әжелер ансамблі. Ұжым ұлттық салт-дәстүр мен қазақы тәрбиені дәріптеп, халық әндерін орындау арқылы жастарға өнеге көрсетіп жүр. Мұндағы мәдени өмірге жайдарман ойнайтын жастарда белсене араласады. Көпті күлкіге қарық қылып жүрген олар аудан намысын әр аймақта қорғап жүр. Сондай-ақ өңірдегі ассамблея өкілдерінің жастар орталығының жұмысы Қордайдағы өнердің өркендеуіне үлес қосқан. Айгерім Қожабайқызы, Еркебұлан Болатұлы, Қордай 24 Ньюс.